Баршаңызға сәлем. Осы видеода бүгін мен Қытай сайты Pinduoduo туралы, бұл сайттың негізін қалаушы кім, қай жылы құрылды, тағы да басқа осындай ақпараттармен бөліскім келіп отыр. Сонымен кеттік. Pinduoduo компаниясы 2015 жылы сәуір айында кәсіпкерлер Колин Хуан және Лэй Чен бірлесіп құрған. Олардың негізгі штаб-пәтері Шанхайда орналасқан. Негізінде Pinduoduo сөзінің түп мағынасы өз ісіне берген болу, адал болу дегенді білдіреді екен. Pinduoduo электрондық коммерциялық платформасы Қытайдың ең үздік деген 5 маркетплейсінің қатарында. Олар Alibaba Group, JD.com, Webshop, Meituan деген платформалар. Pinduoduo негізін қалаушы Хуан Колин, Лэй Чен Қытайда ең бай миллиардерлердің бірі. Колин Хуан қытайлық бизнесмен, миллиардер, 1980 жылы 1 қаңтарда дүниеге келген. Оның 2023 жылғы жеке капиталы $35 миллиард құрады. Pinduoduoдан бөлек Колин Хуан және Pinduoduo негізін қалаушылар тобы Star Night Foundation, яғни жұлдызды түн, ғылыми және медициналық зерттеулер саласындағы халықаралық коммерциялық емес қайырымдылық қорын құрды. Қорды тәуелсіз қамқоршылар тобы бақылайды. Pinduoduo негізгі кірісі өз платформасындағы сату және жарнамадан комиссия арқылы алады. Pinduoduo алғаш ашылған сәттегі инвестор Tencent компаниясы, ал 2022 жылдан бастап ең ірі инвесторлары Baillie Gifford, Fidelity Management, The Vanguard Group компаниялары болды. Колин Хуан қол астында 10 мыңға жуық адам жұмыс жасайды. Pinduoduo компаниясын олар фермерлерге әлеуметтік желі арқылы сатып алулар үшін арнайы байланыс платформасын құрды. 2018 жылы шілдеде Pinduoduo америкалық Nasdaq биржасында жақсы көтеріліп, $1,6 миллиард ақш долларын жинады. 2021 жылы белсенді қолданушылар саны 788 миллионға жетіп, алғаш рет алпауыт Alibaba Group онлайн платформасын басып озды. 2022 жылы статистика бойынша 880 миллион белсенді қолданушыларға жетті. Сонымен Pinduoduo туралы ақпараттар осы. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Видео ұнаса каналға тіркеліп кетіңіздер, лайк басып қолдап жүріңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды.